Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын осындай булочкалар жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, ашытқы, тұз, май, жылы су, жылы сүт және ұн қажет. Алдымен жылы суымыздың үстіне ашытқымызды саламыз. Қанттың біраз бөлігін саламыз. Жақсылап араластырып қойып қоямыз. Ыдысымызға жылы сүт, қант, тұз салып жақсылап араластырамыз. Май, жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Дрожжымыз жақсы көтерілді, ашытқымыз. Осылай салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп саламыз. Електен өткізген маңызды. Ұнның арасына ауа кіріп, біздің қамырымыз жақсы көтеріледі. Қолымызбен осылай қамыр қылып илейміз. Қамырды жақсылап иін қандырып, осылай қайтарып илейміз. Біраз май алып, видеодағыдай бетіне жағамыз. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Бізде 25 минут уақыт өтті. Қамырымыз жақсы көтерілді. Бөліктерге бөлеміз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Осылай домалақтап, бетін жабуды ұмытпаңыздар. Шетінен алып жая бастаймыз. Бәрін осылай жайып аламыз. Сары майды осылай жағып, кукуруз крахмалын себеміз осылай. Кукуруз крахмалы бізде жақсы ұстап тұрады, жақсы біріктіреді ортасын. Келесін қоямыз. Тағы да сары май жағамыз. Крахмалын себеміз. Бұл менде ең соңғысы. Ең соңғысын үстіне ештеңе жақпаймыз. Видеодағыдай жаямыз. Мен өріктен жасалған джем қолдандым. Варенье тосап. Қандай жемістің вареньесін қолдансаңыздар да бола береді. Өріктің, қара өріктің вареньелерін қолдансаңыздар болады, тосаптарын. Осылай біркелкі етіп жағып, үстіне мейіз салдым осылай. Бір шеттен видеодағыдай ораймыз.
жіптің көмегімен осылай кесеміз. Мінекей осылай кесеміз. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Бір жұмыртқаны алып, осылай бетіне жағып шығамыз. Он минутқа тындырып қойып қоямыз. Қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын. Қараңыздаршы, қандай керемет болып пісіп шықты. Асты да үсті де қып-қызыл бір келкі болып пісіп шықты. Мінекей өте жұмсақ, қамыры да өте дәмді. Қараңыздар, қандай керемет болып пісіп шықты. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер, жақындарыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа әртүрлі булочканың рецептері бар. Кіріп қараңыздар.